Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз мына стикерлер арқылы топқа бөлініп алайық. Әрқайсымыз өзіміздің қалаған түсімізді аламыз. Біз кеше қандай мерекені атап өттік? Тәуелсіздік мерекесі. Тәуелсіздік алғанымызға қанша жыл? 31 жыл. Тәуелсіздік мерекесі қай күнге аталып өтіледі? 16 желтоқсанға. 16 желтоқсан дегенде біздің есімізге тағы қандай оқиғалар түседі? Желтоқсан оқиғасы. Кім айтады? Ағып айтады. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі. Не себепті болды бұл көтеріліс? Өйткені қазақ еліне Колбиннің келуі. Колбиннің келуі. Жарайды, жақсы. Ал енді көптен аңсаған тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Тұңғыш президентіміз кім? Назарбаев. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев. Енді бізге балалар тәуелсіздік мерекесіне қарай Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз хат жіберіпті. Бұл хатта қандай сауалдар бар екен, соған жауап беріп көрейік. Жарай ма? Қанке, кім? Бірінші топтан бастайық кино тобынан. Біреуіміз оқимыз, біреуін алып оқи ғой. Ауыл шаруашылық ғылымдар академиясы қашан құрылды? Ауыл шаруашылық ғылымдар академиясы қашан құрылды? Кім жауап береді? Саяна. 1957 жылы ауыл шаруашылық ғылымдар академиясы құрылды. Дұрыс па? Иә. Келесі топ жауап береді. Оқиық қанкемен алады. КСР ғылым академиясында қанша обсерватория, ботаника бағы, ғылыми база болды? Ғылым академиясында. Ағайты жауап бере ғой. 50-ші жылдың аяғында КСР ғарыш жүйесінде 50 ғылыми зерттеу мекемесі және оның ішінде 22 ғылыми зерттеу институты, 13 сектор обсерватория, 3 ботаника, 8 ғылыми базасы болды. Яғни кеңес дәуірінің ғылымының дамуына біздің қазақ ғылымына үлкен үлес қосқан, иә? Келесі сауалымызды кім оқиды, Қанке? Яна алады. Алтын адамды қашан ашты және кім ашты? Жауап бере аламыз ба? 1969 жыл. Кім? Ақышев. Ақышев ашқан. Бұл біздің қазақ тарихында үлкен орын алатын оқиғалардың бірі. Иә, енді тағы кім алады? Қанке Саныш алады. Космополит дегеніміз не? Өз отанының мүдделерін қорғау. Кім айтып Өз отанының мүдделерінен алыстап, патриоттық сезімнен жойылған, яғни патриоттық сезімі жойылған адамдар деп аталады. Жарайды. Яғни біздің тапсырмамыз 20 ғасырдың 40-80 жылдардағы қазақ ғылымының не істеуі? Дамуы еді, иә? Қазақ ғылымының дамуы өте үлкен үдерістерге толы болды. Көптеген ғылымдарға не істеген? Шектеу қойылған. Соның ішінде шектеу қойылған ғылымдардың атай аламыз ба? Қанке? Қандай ғылымдарға шектеу қойылды біздің? толқын механика, генетика және жаратылыстану ғылымындағы биология мен генетика салалары. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, жаңа біз топтарға біріктік. Қандай топтарға? Әдебиет, өнер және кино топтары. Және де бізде тақтада суреттер бейнеленіпті. Суреттерде не көріп тұрмыз? Кино, өнер, театр, қаламның суретін көріп тұрмыз. Мынау біздің театрдағы көріністер. Яғни бүгінгі тақырыбымыз бізде 20 ғасырдың 40-80 жылдардағы әдебиет пен өнердің дамуы тақырыбы екен. Бүгін біз осы тақырып бойынша жұмыс жасаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың мақсаты, жететін мақсатымыз кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдау және Мұхтар Әуезов шығармаларының әлем әдебиетіндегі орнын бағалау екен. Ал зерттеу сұрағымыз кеңестік идеология қазақ мәдениетінің дамуына қалай әсер етті деген сұрақтарға жауап алады екенбіз. Бұны біз қазір бейне түсіндірулер және мәтіндер және де осы қосымша материалдар арқылы бұл сұрақтарға жоғары деңгейде жетеміз деп ойлаймын. Қазақ кино индустриясының дамуы қалай өтті? Осы сұрақтарға жауап берейік. 40-80 жылдарда әдебиет саласы қалай дамыды?
әуезовтің Абай роман эпопеясының бірінші кітабы соғыс жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі ең ірі құрылыс болды. Ғабит Мүсіреповтің қазақ солдаты, Сәбит Мұқановтың Ботагөз, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер романдары жарияланды. Соғыстан кейінгі дәуірде қазақ әдебиеті Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тахауи Ахтанов, Бауыржан Момышұлы, Сәбит Мұқанов, Ғабиден Мұстафин, тағы да басқа жазушылардың Қасым Аманжолов, Хамит Ерғалиев, Жұбан Молдағалиев, Қалижан Бекқожин секілді ақындардың, Әлжаппар Әбішев, Әбділда Тәжібаев және тағы да басқа драматургтердің шығармаларымен байыды. 60-80 жылдары қазақ әдебиеті Ілияс Есенберлин, Әзілхан Нұршайықов, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Фариза Оңғарсынова, Әбіш Кекілбаев, Оралхан Бөкей және тағы басқа көптеген ақын жазушыларының шығармалары арқылы табысқа жетті. Театр өнерінде қандай жаңалықтар болды? Мұқан Төлебаевтың Нұржан мен Сара, Евгений Брусиловскийдің Дударай, Құддыз Қожамьяновтың Назгүл опералары, Шәмші Қалдаяқов, Латиф Хамиди, Нұрғиса Төлебиев, Әбілқат Еспаев, Әлия Жақанов сынды сазгерлердің әндері Қазақстанның музыкалық мәдениет. Балалар, жаңа мәтіннен кішкене мәлімет алдық және бейне баяндауды көрдік және соны пайдалана отырып қазір топтар жұптық тапсырма орындаймыз. Әр топқа өзімізге тапсырмалар беріледі, жұптар орындаймыз. Сіздерге беріп тұрған тапсырма әдебиет. Әдебиет саласында өз үлесін қосқан есімдер, бұлардың туындылар және құндылығы туралы жазамыз. Сіздерге ашық тест тапсырмалары мәтінді пайдалана отырып, ашық тест тапсырмаларын орындаймыз және аттарыңызды астына жазып қойыңыздар. Сіздерге есте қалар есім және есте қалар туынды. Бұлардың есеп сіздің есіңізде қалды, сол жазамыз. Қандай туынды есімізде қалды? Жұптар орындаймыз. Бесеуді тартамыз. Балалар уақыт шектеулі 5 минут уақыт. Енді біздің жұптық жұмысымызды келесі жұптар бағалайтын болады. Кәнекей, сіздер мына жұптардың жұмыстарын қарап және бағалап жібереміз. Кән бере жұмысын бере. Сіздерге жұптардың жұмыстарын бағалау. Кән, саяна бұрысау. Жұптардың жұмысын бағалаймыз. Балалар, енді жұптық жұмысымызды бағалап болсақ, өз бағамызды берейік. Әр топтың. Сіздер әдебиет тобының жұптарына баға берейік. Нұрай, кімнің жұбы? Қандай тапсырма? Шарап пен Ағаркенің жұмысы, ашық тест тапсырмалары, опера өнерінің дамуына белгілі рөл атқарған СРО халық әртісі Сталиндік сыйлықтың иегері Күләш Байсейітова болды. Қазақстандық суретшілер мен қолданбалы өнер шеберлерінің 500-ден аса жұмыстары 1958 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнері 10 күндігінде көрсетілді. Қазақ кино өнерінің сәтті шыққан шығармалары Менің атым Қожа, Алдар Көсе, Ана туралы аңыз және тағы да басқа фильмдер. 20 ғасырдың 70 жылдары Қан мен тер, Сібір экспрессы фильмдері түсірілді. Халықтың тарихи тағдыры, адамның әлемдегі орны. Олар Мұқағали Мақатаев, Әбділда Тәжібаев, Қадыр Мырзалиев және тағы да басқаларының шығармаларында көрініс тапты. Тапсырмасын бағалай жіберейік. Диана Дананың жазған тапсырмасы. Олар қазақ тарихында әдебиетінде есте қалар есімге Бауыржан Момышұлы, Ілияс Есенберлин, Әуезов сынды ұлы жазушыларымызды жаза келе, олардың есте қалар туындыларына артымызда Мәскеу, Көшпенділер, Абай жолы секілді маңызы зор тарихи еңбектерді келтірген. Меніңше бұл жұмыс жақсы жазылған және мен жақсы бағалаймын. Себебі олар біздің әдебиетіміз үшін еңбек сіңірген тұлғаларды толық жазып, олардың туындыларының мәнісін де ашып жазған. Жақсы, жарайды, өте жақсы. Ал өнер тобынан Саян, кімнің тапсырмасын? Бұл жұмыс Райма
яғни туындылардың құндылығы жайлы айтылған, нұрпейісовтің фрагменттері, яғни бұл еңбекшілердің ауыр тағдыры, арал балықшыларының, Бетти Сенбелидің көшпенділер трилогиясы, бұл қазақтардың салт дәстүрі және олардың тағдыры туралы айтылған. Момышұлы атымыздан Мәскеу халықты бірлікке, батылдыққа шақырған. Менің ойымша Нұрайма ұлдана барынша туындылардың құндылығын ашып, жақсы тапсырманы орындады. Жақсы, өте жақсы балалар. Балалар енді біздің қазақ елінде көптеген марапаттар бар, сыйлықтар бар. Өнерді бағалаймыз, өнер бағаланады, бірақ сатылмайды деген де сөз бар, иә? Сондықтан да балалар, біз сіздердің бүгінгі сабаққа қатысуларыңызды біздің мемлекетімізде керемет жастар сыйлығы деген сыйлық бар, дарын сыйлығы. Осы дарын сыйлығын сіздерді бағалағым келіп тұр. Әрқашан өмірлеріңізде болашақта осындай нағыз дарын сыйлығының иегері болады деген үміттемін және сіздерге үлкен сенім артамын. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан кісілерді осы дарын сыйлығымен марапаттап отыратын боламын. Бүгінгі жұптық тапсырманы белсенді орындаған балаларға дарын сыйлығы. Құтты болсын дарын сыйлықтары. Нұрай, Ұлдана, Олжас, Фараби. Қазақтың тұңғыш эпопеясы. Әуезов көзінің төрт томдық Абай жолы роман эпопеясы арқылы бүкіл дүние жүзіне тіпті қазақтардың өзіне қазақ деген ұлтты танытты. Балалар, біз тапсырмаларды орындау барысында ғылым мен әдебиеттің дамуына үлкен мән бердік және оны білімімізді дамытып жатырмыз. Енді бүгінгі тақырыбымызда Мұхтар Әуезов шығармаларының әлем әдебиетінде алатын орны қандай болды деп. Мұхтар Әуезовтің қанша жылдығы аталып өтіліп жатыр? 125 жылдығы аталып өтіп жатыр. Енді қазір мен сіздерге Мұхтар Әуезов туралы мәлімет беремін. Бұл мәліметте әлем әдебиетшілері, жазушылары Мұхтар Әуезов туралы өз пікірлерін қалдырған. Соны пайдалана отырамыз және алдыңғы біліміз мәтінді пайдалана отырып, ПТМС тапсырмасын орындаймыз. Позиция. Біз Мұхтар Әуезовті қазақтың ұлы жазушысы, ұлы тұлға деп санаймыз. Түсіндіру. Себебі оның Абай жолы романы әлемдік деңгейге көтеріліп, әлем сыншыларының өз бағасын алған. Мысалы, Луи Арагон, Герберт, Кремпьен сынды сыншылар оның туындысына жоғары баға берген. Салдар, қорытындылай келе, Мұхтар Әуезов тек қазақ үшін ғана емес, әлемдік деңгейдегі талантты жазушы деуге толық негіз бар. Астра журналында байытты. Біздің көз алдымызда Абай ақынның өмір тарихи тарих кеңерінен тасып шыққан жеңімпаз. Өрен өзен сықылды. Сол кезде көшпелі қазақ халқының тарихына асырып кеткен. Әуезов үлкен суреткерге тән нәсіптілікпен, толықтан әсем детальдармен үш ұрпақты көрсететін туған халқының келелі кезеңін көзімізге елестетеді депті Астра журналында. Жақсы, балалар. Бүгінгі алған білімімізді тиянақтау үшін біз шыбын-ұрғыш әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Кім шығады? Фараби, сосын Олжас келе ғой. Қыз қылыш жанталас романдарының авторы. 1926 жылы ұйғыр композитері Қожамьяровтың жазған қандай операсы қойылды? Назгүл. Қазақфильм кино студиясында алғаш жарыққа шыққан эпос. 1949 жылы Сталин сыйлаған жазушы кім? Балалар, біз үйге тапсырмамыз осы кезеңдегі жазушылар туралы немесе олардың біреуінің шығармашылығы туралы хабарлама дайындау. Бір жазушы немесе ақынның тарихи портретін жазу. Және де мәтініңізді жақсылап оқып, қосымша деректерімен танысып келеміз. Және де бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасау үшін мұғалімге SMS әдісі арқылы стикерлерге бүгінгі сабаққа алған әсерлеріңіз, тағы да ұсыныстарыңыз болса, түсінген тұстарыңыз болса, қалдырсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымызға белсене қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі сабақта өте жақсы белсенді қатысқан оқушылар жақсы бағаланады.